Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай лирик ақын. Сабақтың оқу мақсаттары тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау, талғаулық немесе кезектестік мәнді білдіретін және себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану. Сабақтың мақсаты мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайды, тақырыпты ашуда тірек сөздерді қолданады, себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін біледі, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолданады. Бағалау критерийі суреттерден пайдаланып сөйлем құрастырады, тыңдалым тапсырмаларына жауап береді. Мәтін алды жұмыс жаңа сөздермен танысамыз. Шеберлік, аса нәзіктік, данышпан, ақылгөй, надандық, сауатсыздық, рақымшыл, мейірлі, қайырлы, шапағатты, сипатта, баянда, бейнеле, суретте, өнерпаз, дарынды, өнерлі, суретте, бейнеле, әділетсіздік, қараулық, таңырқа, таңдану, талаптан, талпыну, ұмтылу. Жазылым бірінші тапсырманы орындаймыз. Суреттерде жылдың қай мезгілдері бейнеленген? Тірек сөздерден пайдаланып, 4 сөйлем құрастырып, дәптерге жазамыз. Тілдік бағдарға тоқталып өтеміз. Себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті. Себеп салдар жалғаулықтары салалас құрмалас сөйлемдегі жай сөйлемдерді байланыстырады. Мәтін мен жұмыс. Оқылым 3-ші тапсырма. 83-ші бет. Мәтінді оқимыз, тақырып қоямыз, себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтарды табамыз. 84-ші беттегі 4-ші тапсырманы дәптерге жазамыз. Жақша ішіндегі тиісті сөздерді дұрыс тұлғада қойып, сөйлем құрастырамыз. Мәтін соңы жұмыс. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Ұлы ақын ағартушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, жазба әдебиеті мен қазақ әдеби тілінің негізін салушы. Реформатор Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Шыңғыстауда жайлаған Тобықты руында дүниеге келді. Болашақ ақын ел анасы атанған Зере әжесінің таусылмайтын аңыз ертегілерін естіп, сөзге шебер Ұлжан анасының тәрбиесін көріп өсті. Абай алдымен әкесінің өз туыстарының балаларын оқытамын деп, Ескі Там деген қоныста салдыртқан медреседе сауат ашты. Одан кейін ауылдағы Ғабитхан молдадан білім алды. Ал 10 жасқа толғанда Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқыды. Сол жерде араб пен парсы тілдерін меңгеріп шыққан. Абай дін оқуымен ғана шектелмей, білімін өз бетінше жетілдіруге тырысады. Шығыстың Низами, Науаи, Сағди, Хафиз, Физули сияқты ұлы ғұламалардың шығармаларымен танысады. Орысша сауат ашады. Абай алғашқы өлеңін 10 жасында жазған. Ал ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы Қан сонарда. Абай өлеңдерінің ішінде мазмұны жағынан да, көркемдік бітімі жағынан да ерекшеленіп тұрған үздік туындылары көп. 8 аяқ, Қан сонарда бүркітші шығады аңға, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, желсіз түнде жарық ай, өлсем орным қара жерсіз болмай ма, сияқты өлеңдерінің әр біреуі
тың дүние шығармашылық жаңалық. Ұлы Абайды өмір қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары көп ойландырған. Ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға жауап табуға тырысты. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық адам баласы жан жануарларда тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Ол өзінің пәлсапалық шығармаларында адам баласының өмір сүру мақсатын, сол мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік ішкі байланысын, жалпы заңдылықтарын ашып көрсетеді. Үйге тапсырма. 9-шы тапсырма 85-ші бет. Себеп салдар жалғаулықтарын пайдаланып, сөйлем құра. Назарларың үшін рахмет. Үйден шықпаңдар.